Ассалаумағалейкум жамағат. Мен қойған видеомда көбісі орыста білім бар, қазақтан академик шыққанын көрсетіп бер, ана мына не деп аталады, мына не деп аталады дейді. Айналайын, орыстың техникалық терминдердің бәрі неміс, ағылшын, француз тілінен қойылған, аударылмаған, қойылған. Әлгі болт, гайка дегеннің бәрі сол шетелден алынған. Кейін білімді академик орыс тауып беріңдер маған. Жоқ. Капица еврей, академик. Сахаров еврей. Жазушылар Пушкин, Эфиоп. Украинец, белорус, бірақ орыс жоқ. Орысты неге теңестірмей қойыңдар? Славянға, олар славян емес. Кейін Ленин, еврей. Әкесі Ильяс Ұлжан, қалмық. Ол Ұлжан әулеті Алтын Орда заманынан келген батыр халық болған. Алтын Ордаға өте үлкен үлес қосқан. Шешесі Мария Бланка, неміс еврейі. Еврейлерде болса, ұлтты анасы жақтан қысапталады. Неге десеңіз, еврейді туатын тек еврей қатын дейді. Мәселен, еврей еркектің әйелі қазақ болса, ол қазақ болып қысапталады. Еврейлерде. Ол еврей болып қысапталады, оны қоспайды. Иә, жиен ретінде жақсы көреді, но былайынша еврей халқына қоспайды оны. Тек орыстарда ғана әкесі орыс болса, балдары орыс болады. Шешесі орыс болса, әкесі қазақ болса, орыс болып кете береді. Олар сен орыссың дейді бәрі. Әке жақтанда, шеше жақтанда. Бірақ та бізде ондай емес. Қазақтарда тек әкесі жақтан қысапталады. Кейін Бухарин еврей. Керек десеңіз, Путин мен Медведевтің өзі еврейлер. Олар орыс емес. Орыстан шыққан ұлы халық жоқ, болмаған. Олардың өздері үңгірден шыққан адам. Землянкадан. Сондықтан, ойбай, олар көтере бермеңдер. Көптері орыс болмаса, біз өліп кетеміз, қырылып кетеміз, Қытай басып кетеді, үйтіп кетеді, бүйтіп кетеді. Онысы Сибирь, Россияның 50% Қытайға сатылып кеткен. Қытай білген істеп жатыр. Сол. Сондықтан орыста білім бар деп айтпай қойыңдар маған. Қазақстанда орыс тілін алып қойық. Ол этнос немесе диаспора бола алмайды. Олардың елі жоқ. Русский республикасы жоқ халық. Сондықтан диаспора